новыйдан адам тіркеу үшін Google Chrome'ға кіреміз. Личный кабинетте регистрация деген сөзге басып, новыйдан адамның фамилиясын жазамыз. Так, фамилия, имя, отчество болса, отчествосын жазамыз. Дата рождения, туған. Так, жазамыз. Қазір ауыстырайық мынаны. Так, жаздық. Пол женский. Так, сотовый телефон. Россия мен Қазақстанның коды бірдей, сол үшін +7. Сосын мына жерде оператордың несін аламыз. Так, 747 287 54 87. Адамның телефонын алдық. Одан кейін төмен жылжығанда адрес шығады. Адреста біз қаланың жазғанда мына жерде автоматически шығады. Весь мир деп. Сосын мына жерде выбрать деп баса қоямыз. Адресті біз білмейміз, сол үшін бір деп, домды бір деп жазамыз. Мына жерде именно звездочка тұрған жерлерді обязательно жазу керек. Так, кодовое слово. Тіркеліп атқан адамның атын жазамыз біз. Одан кейін иінді жазамыз. 04 03 40 06 94. Иінді жазғаннан кейін сохранить деп басамыз. Сохранить деп басамыз. Сосын төмен қарай тағы жылжимыз. Екінші рет сохранить деп басамыз. Міне, адам тіркелді. Енді осы номерге код подтверждение кетті. Адаммен хабарласып, осы жерге келген смс сообщениедан кодты жаза қоямыз. Қазір.